Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге Алматы облысында орналасқан Алакөлге барғанымыз туралы кішігірім ақпаратты танымды влог болады. Каналға тіркеліп лайк басқан болсаңыздар, біз әрмен қарай жалғастырамыз. Алакөл жетісу жерінде Балқаштан кейінгі екінші көл. Көлге 15-тен аса өзен құяды. Жоңғар Алатауының маңайында тербеліп жатқан Алакөлдің емдік қасиеттері мол. Су құрамында йод, тұз, фтор мен бром көп. Жібек жолында орналасқан бұл көлге кезінде ұзақ жолда сырқаттанған саудагерлер суға түсіп емделіп шығатын болған. Алакөлге сапарымыз Алматы қаласынан басталды. Көлге автокөлік, поезд немесе ұшақпен жетуге болады. Барар жолға біз автобусты таңдадық. Автобусқа билеттер Сайран автовокзалының сайтында сатылады. Бағасы 9000 теңге. Кто шарит, тот картошку жарит, то. Жоқ, қазір біреумен Алматы мен Алакөлдің арасы шамамен 650 шақырымды құрайды. Автобуспен 10 сағатқа жуық жол жүрдік. Сапарымыз түнгі уақытта басталғаннан кейін жолшыбай тек Талдықорған қаласының автовокзалын көру бұйырды. Плачевный, да? На жақта картина. Туалет 50 теңге, еще адам көп. Кіруге вообще жағайын жоқ, ән ішінде. Далаға тоқтаса болады не дейсің, орманның жанында. Жалпы Қазақстанда туризм мынадай қарқынмен, мынадай сапамен ешқашан дамымайды. Жә, көңіл күйді түсірмелік. Біз тек лайықты қызмет сапасының болғанын қалаймыз. Егер де Талдықорған әкімшілігінің басшысы қарап отырған болса, сізге құлақ қағыз. Біздің бағыт алған нүктеміз Көктума ауылы. Жалпы Алакөлдің маңында орналасқан екі туристік ауыл бар, Ақши және Көктума. Біздің Көктуманы таңдау себебіміз біріншімен салыстырғанда жағажайдағы адамның аз болуы. Келдік Көктумаға. Сағат 9 сағаттай уақыт автобуста жүрдік. Жол жақсы негізі. Жол жақсы, 1-2. Әрмен қарай астанып, ұйықтап, көптен күткен көлімізге жол тарттық. Айта кетейік, Алакөлдегі пансионаттардың бағасы 3 мезгіл тамағымен 12.000 теңгеден басталады. Сонымен қатар жағажай маңында әртүрлі қызмет түрлерін кездестіруге де болады. Соның ішінде бізге қатты ұнағаны арба үстіндегі монша. Ыстық күні 10 минуттық ыстық суға 500 теңге сұрайды. Бірақ бұдан кейін көлге шомылу сезімін айтып жеткізе алмаймыз. В общем, Алакөлде ауа райы құбылмалы екен. Бағана күн шуақ болып тұрған еді, енді қазір желдетіп жаңбыр жауып жатыр. Біздің саяхатымыз 3 күнге созылды. Осы уақыт аралығында түстен кешке дейін Алакөлдің суына түсіп, рахаттанып демалдық. Демалғанымыз соншалық видео түсіру жайына қалды. Алакөлдің таңы мен күн батысы ерекше есте қалады екен. Егер де Алакөлге жолыңыз түсіп келіп жатсаңыз, осы 2 сәтті жіберіп алмаңыз. Ал бардан базар дегендей жалпы құны 50 мыңды құраған Алакөлге сапарымыз осымен аяқталды. Тағы да айтайын, арнама жазылыңыздар және саяхаттаңыздар.